Короче, мөлдірге екеуміз келе жатқанбыз ше күтіп алуға. Сәлем оқырман. Мөлдірдің сезімі шынымен Мұсаға ашылған ба? Әлде бұрыннан таныс болған дегесін қыз көрейін деген бе? Бүгін кеште болса Мұса Мөлдірді күтіп алды. Кіммен десеңіздер, Жандәулетпен. Мына қыз, отсың қараш. Көзің қараш мынаның. Жандәулет болса алдыңғы маусымда Мөлдірге үміткер болып келген болатын. Жігіт сол кезде үйленуге дейін дайын болған еді, эфирді көрсек. Бірақ Мөлдірдің жүрегін ерте алмады. Өте жақсы таныстық жүріп жатқан еді, бірақ соңында Мөлдір Жандәулеттен бас тартқан болатын. Мөлдір Шымкенттен поезда келе жатқан болатын. Кешегі Бота мен Шерханның тойынан. Қасында Меруерт бар еді, Мөлдірді сыртынан түсіріп алыпты. Мұса қарсы алады деп жақсылап боянып дайындалып жатқаны көрінеді. Негізі қызымыз сынбайтын еді, шынымен Мұсаны ұнатып қалған ба? Мұса да талай қыздарды сындырған жігіттің бірі деуге болады ғой. Бір талыраушанмен Мөлдірді қарсы алды. Үстінде ақ көйлек, қара костюм және де қасында Мөлдірдің бұрынғы үміткері Жандәулет қасында. Өте біртүрлі көрінді сырт көзден. Бірақ Мұса болса жігітке де, қызға да сенімді секілді. Біле тұра солай істегеніне қарағанда Меруерт пен Жандәулетті қоса бастаған болатын Мұса. Жандәулет болса алдыңғы маусымда Мөлдірге үміткер болып келген болатын. Жігіт сол кезде үйленуге дейін дайын болған еді. Бірақ Мөлдірдің таныстықты тоқтатқан еді. Мұса мен Мөлдірдің ара қатынасынан бір жұп шыға ма? Сіз қалай ойлайсыз? Мұса Мөлдірге келеме және жігіттің кішкене болса да ойы бар ма қызға? Әлде Жандәулетпен қосқысы келді ме Мөлдірді?